Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір өте керемет техникамен бөліскелі отырмын. Көпшіліктің сұрауы бойынша, егерде әйелі күйеуі әйелінен суып кетсе, бір-бірін жақсы көрмей қалса, семьяны сақтау үшін қайттан страсть тудыру үшін, қайттан махаббатқа бөлену үшін осы техниканы жасауға болады. Егерде сіз қыз болсаңыз, немесе жігіт болсаңыз, бұны жасауға болмайды. Бұны тек қана үйленгендердің арасында жасау керек. Бұл техника айға күнге байланысты емес, любой кезде жасай бересіз. Сондықтан бұны любой кезде жасай беруге болады. Бұл техникаға осындай любой свеча керек. Мен осындай 2 свеча алдым. Цветі маңызды емес. Парафиновый простой свечаларда жарайды, магазиндерде сатылатын. Не обязательно восковой. Любой свеча осындай жарайды. Одан кейін бізге осындай қара жіп керек. Қара жіп, мен тек үлгі үшін мына қара жіпті осылай дайындап қойдым. Одан кейін бізге ине керек. Свечаны осылай аласыз, біріктіресіз. Біріктіргеннен кейін 3-4 сантиметрден 3-4 сантиметр басына бастап 3-4 сантиметр тастап, міне жіпті аласыз да, сол жақтан бастап орайсыз. Міне сол жақтың басын ұстап тұрамыз жіптің, міне сол жақтан. Одан кейін отау құрғаныңызға неше жыл болған болса, мысалға 5 жыл болған болса, 5 рет орайсыз. 1, 2, 3, 4, 5. Егер 7 жыл болса, 7 рет орайсыз. Одан кейін бұл жіпті қолымызбен не істейміз? Үзіп тастаймыз. Ал қиюға болмайды. Міне достар, осыны аламыз. Міне мына свечаны жақпастан бұрын инені алып, мына жерге 3-4 сантиметр қалдырасыз да, мына жерден бастап осы жерге инеменен ойып күйеуіңіздің атын жазасыз. Ал мына жерге өзіңіздің атыңызды жазасыз. Мына жіпке тақамау керек. Бір осындай 2-3 сантиметр қалдырып. Аламызда подсвечникке осылай қоямыз. Қойғаннан кейін осы 2 свечаны бірден жағып жібереміз. Бірден жағып жібергеннен кейін свеча жанып, мына жіп бар ғой, мына 2 жіп. Осы жіпке дейін жанып келу керек. Жіпке келген кезде дұғаны 1 рет оқимыз. Жіпті уже жағып атырған кезде дұғаны 1 рет оқимыз. Да, қолымызбен осылай сөндіріп тастаймыз. Дұғаны 1 рет оқып, қолымызбен осылай сөндіріп тастаймыз. Свечаны аламыз да, өзіміздің киімдеріміздің арасына 40 күнге салып қоямыз. Істеген күннен бастап санағанда 40 күн. 41-ші күні алып, мына свечаны, ол кезде уже мына жерде жіп тұрмайды. Жаңа айттық қой, жіпті жағып жібереді деп. Ол кезде уже жіп тұрмайды. Мынаны осындай бұрынғы орнына қоясыз да, подсвечникке немесе крышкеге жағасыз. Жаққан бойдан дұғаны 7 рет оқисыз. Оқып болғаннан кейін мына свечаны полностью жанып кетуін қадағалайсыз. Полностью жанып болу керек. Жанып болғаннан кейін свечаның қалдығын любой жақсы сынбаған, қурамаған ағаштың түбіне барып лақтырасыз да, свечаның қалдығын үстіне песок құйып тастайсыз. Болды достар. Әдетте 1 аптадан кейін, демесе 10 күннен кейін сізге көз қарасы жаңағы күйеуіңіздің немесе әйеліңіздің көз қарасы өзгергенін, көп внимание бөлетінін, сізді жақсы көре бастағанын неғыласыз, байқайтын боласыз. Бұл ешқандай дуалау немесе приворот дейді ғой, приворот, ондай зат емес. Тек қана араларыңыздағы отношенияны, суып кеткен отношенияны дұрыстау. Достар, сәттілік жасап көріңіздер. Лайк басуды ұмытып кетпеңіздер.